Дінімізде ғұлама ғалымдардың айтуы бойынша да адам баласы жетістікке жету үшін отбасындағы татулықты, ынтымақты, берекені сақтап қалу үшін көп нәрсені айта беру дұрыс еместігін айтады. Осы орайда ешкімге айтуға болмайтын жеті құпиямен бөлісеміз. Алдымен ана тіліміздегі контенттің дамуына үлес қосып, арнамызға тіркеліп лайк баса кетіңізші. Ешкімге айтылмауы тиіс бірінші құпия – келешекке құрған жоспар. Жоспар толыққанды орындалмайынша ол туралы тіс жармау. Адамның кез келген ойы бастапқыда әлжуаз болып тұрады. Өне бойы шұрық тесік келеді. Кез келген жерінен кілтипан тауып, ізгі ойды ойсыратып алуға болады. Екінші құпия – қайырымды істер туралы ешкімге айтпау. Қайырымды іс жер бетінде сирек кездесетін құбылыс. Сондықтан оны көздің қарашығындай сақтау керек. Өзіңізді жақсылық жасағаныңыз үшін асыра мақтамаңыз. Мақтау адамды тәкаппарлыққа тез ұрындырады. Үшінші құпия – тақуалығыңыз туралы көпшілікке айтпау. Тамақ, ұйқы, күлкі, төсек қатынасына қатысты шектеулеріңізді ешкімнің білмегені жөн. Тәннің шектеуі көңілдің тақуалығымен үлессе ғана пайдалы. Төртінші құпия – жасаған ерлік, батырлық туралы үндемеу. Әр адам күнделікті сан алуан оқиғаларды бастан кешіреді. Біреу білектің күшімен жеңіп жатса, біреудің ақылы асады. Күшпен жеңген адамның ерлігі тез бағаланады. Ішкі арпалысты ешкім байқай бермейді, сондықтан ол үшін ешкім марапат бермейді. Бесінші құпия – рухани жетілу туралы айтпау. Рухани байлық тексіздігі. Оны ешкімге айтып абырой жинай алмайсыз. Айналаңыздағы адамдардың шын мұқтаждығын көрсеңіз ғана шет жағасын айтыңыз. Алтыншы құпия – үйдегі ұрыс-керіс пен отбасылық өмір туралы үндемеу. Есіңізде болсын, отбасыңыздағы ұрыс туралы неғұрлым аз айтсаңыз, оның ынтымағы берік бола түседі. Ұрыс араласу барысында жиналып қалған зиянды қуат. Түйткілді көп талқылаған сайын, оған өзіңіз көбірек сене бастайсыз. Араларыңыздағы сырды өзгеге айтпау, оны жаймау. Бұл да харам. Алла елшісі, оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын, ақиқатында қиямет күні Алланың алдында аманатқа жасалған ең үлкен қиянаттың бірі ерлі-зайыптының жыныстық қатынасқа түскеннен кейін араларындағы сырды басқа біреулерге жаюлары дейді. Жетінші құпия – баяғыда естіген жаман сөздер туралы айта бермеңіз. Көшеде жүріп, аяқ киімді былғап алуға болады. Ал кейде сананы да былғап алатындар болады. Жолда келе жатып, естіген бар қаңсық сөзді үйге келіп айтқан адамның табалдырықтан аттап, былғаныш аяқ киіммен төрге озған адамнан айырмасы жоқ. Міне, осы айтылған кеңестерді өмір бойы қолдансаңыз, сізге жетістікке жетуге және отбасыңыздың ынтымағын сақтауға көмегі көп болады. Айтылған сөз атылған оқпен бірдей екенін ескеріңіз. Құрметтім, сізге бүгінгі ақпарат пайдалы болған болса, ана тіліміздегі контенттің дамуына үлес қосып, арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңізші.